маргиналдар маңызды топ. Жалпы қазақта бөлінгенді бөрі жейді деп айтады, бірақ күнімізде жастардың арасында бөлініп жүруді керісінше жалғыз бөрімін деп өздері сипаттап, сөйтіп бір көпшілікке ұсынылып жатады. Сол үшін де жалпы мынау кез келген кішігірім субкультуралар болсын, субмәдениеттер болсын, өздері гот, эмо деп жатады, немесе көшенің тілінде жастарды мынау нефрлар деп жатады. Сондайлар қазір көбейіп, өздері қоғамда бір оқшауланып жатады. Енді кейбір қоғамдық нормалардан бас тартып деген секілді мәселелерді алға тартып жатады. Бұл кісілер енді кейбіреулері мәселен бір шекараларды нақты түсінуіміз қажет. Интроверт болуы мүмкін, мәселен табиғатынан тұйық адамдар болуы мүмкін. Ол адамдар ешқандай да кемшілік емес, бірақ кейбір жағдайда бұндай оқшаулану кейбір кезекте бағанағыдай тәуекел топтарға алып барып жатады. Неге? Өйткені ондай адамдар әртүрлі діни секталар болсын, басқа да ағымдарға тез еріп кетуі мүмкін. Сол үшін де жалпы мынау дінде де айтады, жамағатпен бірге болыңдар деген секілді. Қазақта да жалпы бұл нәрсеге бөлінгенді бөрі жейді деп көпшілікпен бірге болуға шақырады.